Recording in progress. Әріптестер, қайырлы таң. Дауыстарыңызды өшіріп, видеоларыңызды қосып отырсаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жақсы естіліп тұр ма? Кішкене кері байланыс жасап жіберіңіздерші. Жақсы естіліп тұр ма біздер? Көрінеміз ба? Саламатсыздар ма? Жақсы естіліп тұр, көрініп тұрсыздар. Жақсы. Ендеше жұмысымызды бастайық. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Әріптестер, қазіргі таңда экран жазбасы жүргізілуде, сондықтан нелеріңізді, видеоларыңызды ашып отырыңыздар. Бүгін сіздерді бүгінгі семинар практикумда көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі семинардан сіздер баршаңызға бүгін кездесуден пайдалы тәжірибемен жаңа идеялар алуларыңызға тілектеспіз. Алдымен өзімізді таныстырып өтейік. Біздер Толағай Бөбекжайының, Қарағанды қаласының Толағай Бөбекжайының педагог-психологы Төленді Қымбат Қосманқызы және мен Батыр санаторлық бөбекжайының педагог-психологы Смаил Васильевич Адвокасовна сіздердің алдарыңызда бүгінгі жұмысын ұсынып отыр. Семинар практикум Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының сараптама кеңесі ұсынған жақсы мінездің жол картасы атты әдістемелік ұсынымдар негізінде ұйымдастырылып отыр. Аталған әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мектеп алды жастағы слайдтарымыз көрініп тұр ма, әріптестер? Слайд көріне ма? Жоқ, көрінбейді. Қазір. Енді көріне ма? Жақсы. Көріп тұрет. Жақсы мінезің жол картасы әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мектеп алды жастағы балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алу жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға арналған психологиялық, педагогикалық әдістер мен технологияларды қамтитын және педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған жүйелі тәжірибелік құрал ретінде әзірленді. Семинар практикум барысында біздер бүгін мектепке дейінгі жастағы балалардың мінез құлқында кездесетін қиындықтардың негізгі себептері мен психологиялық ерекшеліктерін талдаймыз сіздермен бірге. Оларды алдын алу және түзету дамыту жұмыстарының негізгі бағыттарын қарастырамыз. Практикалық ойындар мен жаттығуларды, сондай-ақ педагогтер мен ата-аналарға арналған тиімді жұмыс тәсілдерін ұсынамыз және де тәжірибеде қолдануға болатын психологиялық педагогикалық әдістермен бөлісеміз. Сонымен қатар семинар барысында сіздермен бірге практикалық тапсырмалар, интерактивті әдістермен және де тәжірибе алмасу алаңы ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Сондықтан баршаңызды белсенді қатысып, өз ойларыңызды мен тәжірибелеріңізді ортаға салуға шақырамыз. Бүгінгі кездесуіміз баршамыз үшін пайдалы, әрі мазмұнды болады деп сенеміз. Ендеше семинар практикумызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың мінез құлқындағы қиындықтар өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Педагог-психологтердің кәсіби бақылау тәжірибесі көрсеткендей қазіргі таңда балалар арасында мінез құлық пен эмоциялық даму ерекшеліктеріне байланысты түрлі қиындықтар жиі кездесіп отыр. ЮНИСЕФ ұйымының Қазақстандағы балалардың дамуына қатысты зерттеулерді бұл мәселенің маңыздылығын көрсетіп, зерттеу нәтижелері мектепке дейінгі жастағы балалар арасында эмоциялық және мінез құлық қиындықтарының артып келе жатқанын дәлелдеп отыр. Мына өзі экранда көріп отырсыздар. Мамандардың пікірінше, балалардың белгілі бір бөлігінде эмоциялық
тұрақсыздық, қарым-қатынас қиындықтары және мінез құлықтағы ауытқулар көп байқалып жатыр. Қазіргі балалар өте белсенді ақпараттық ортада өсіп келеді. Отбасындағы қарым-қатынас ерекшеліктері, әлеуметтік ортадағы өзгерістер, цифрлық технологиялардың ықпалы баланың психологиялық жағдайына тікелей әсер етуде. Көп жағдайда біздің балалар эмоциялық күйзелісін агрессивті әрекеттер, агрессивті мінез құлық арқылы көрсетеді. Сенімсіздігі мен қорқынышына қарсылық көрсетумен қырсық мінез арқылы көрсетеді. Ішкі жалғыздық сезімнің тұйықтауы арқылы көрсетуде. Барлығы осы әрекеттердің барлығы балалардың бойында соңғы кездері көрініп жүр. Алайда ересектер көбіне баланың ішкі күйінен бұрын оның сыртқы әрекетіне назар аударады. Ал шын мәнінде мұндай мінез құлық баланың ішкі жан дүниесін слайд көрінбей тұр ма, әріптестер? Слайдтар. Әріптестер, слайдтарымыз көрінбей тұр ма? Көрініп тұр. Поздно. Алайда ересектер баланың ішкі күйінен бұрын оның сыртқы әрекетіне назар аударды. Ол шын мәнінде мұндай мінез құлық баланың ішкі жан дүниесінен берілетін белгі, яғни көмекке мұқтаждығының белгісі болуы мүмкін. Мектепке дейінгі кезең тұлғаның қалыптасуындағы ең маңызды әрі сезімтал кезең. Дәл осы уақытта балалар әлеуметтік тәжірибе жинақтайды, баланың мінез құлқы қалыптаса бастайды, өзін-өзі реттеу дағдылары қалыптасады, балаларымыз эмоцияны таниды, және де басқару қабілеттері жетіледі, эмпатиялық мінез құлық қалыптаса бастайды, қарым-қатынас мәдениеті негізі қалана бастайды. Егер осы кезеңде баланың эмоциялық қиындықтары дер кезінде анықталып, тиісті қолдау көрсетілмесе, бұл болашақта баланың мінез құлқының тұрақты қиындықтарының қалыптасуына алып келеді, яғни тұлғалық қасиеттерге айналып кетуі мүмкін. Әлеуметтік ортадағы бейімделуіне, төмендеуіне алып келеді. Құрдастармен қарым-қатынас жасағанда түрлі қиындықтарға да туындауына, тағы да басқа да мәселелердің туындауына алып келуі мүмкін. Мектебе жаста баланың бұндай қиындықтар оқу мотивациясының төмендеуіне де алып келеді. Сондықтан мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың мінез құлқында кездесетін түрлі қиындықтарды ерте кезеңде анықтау, алдын алу және дамыту жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру аса маңызды. Мектепке дейінгі жаста мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартыда баланың психологиялық саулығын жалпыға міндетті сақтау мен қолайлы эмоциялық орта қалыптастыру міндетін алға қояды. Бұл өз кезегінде педагогтар мен психологтердің кәсіби құзыреттілігіне де жоғары талап қояды. Тәжірибе көрсеткендей, балабақшаларда, педагогтерде де балалардың қиын мінез құлқымен жұмыс барысында түрлі қиындықтарды кездесетінде айқындап отыр кәсіби тәжірибелерімізде. Атап айтатын болсақ, осы балалармен жұмыс жасауда, тиімді әдіс-тәсілдер таңдауда, эмоциялық шиеленістерді басқаруда, ата-аналармен нәтижелі қарым-қатынас орнатуда, баланың ішкі қажеттіліктерін түсінуде түрлі қиындықтарға кездеседі. Осыған байланысты балалардың мінез құлқында қиындықтардың алдын алуға арналған жүйелі тәжірибеге бағытталған қазақ тіліндегі әдістемелік материалдарға қажеттілік артып отыр. Жақсы мінездің жол картасы әдістемелік ұсынымдарының өзектілігі де осы қажеттіліктен туындайды. Ұсынымдар мектепке дейінгі мекемелерде, ұйымдарда балалардың жас және жеке ерекшеліктеріне ескере отырып, тиімді әдістермен жұмыс формаларын күнделікті педагогикалық тәжірибеге енгізуге бағытталған. Сонымен қатар, бұл құрал психологиялық педагогикалық қолдау қызметінің жұмысын жетілдіруге арналған практикалық көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынылады. Өздеріңіз білесіздер, биылғы оқу жылынан бастап барлық мектепке дейінгі мекемелерде психологиялық педагогикалық қолдау қызметі өз жұмысын бастаған болатын. Осы орайда мұндай тәжірибелік құралдың да маңызы арта түседі деген ойдамыз. Енді бүгінгі семинар практикум аясында
ұсынылып отырған жақсы мінездің жол картасы осы әдістемелік ұсынымдардың негізгі мақсаты бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мектеп алды жастағы балалардың мінез құлқында қиындықтардың алдын алуға бағытталған психологиялық педагогикалық жұмыстың құрылымдық мазмұндық моделін құрастыру әзірлеу арқылы айқындай отырып біздер педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған жүйелі әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. Яғни бұл жұмыс көп жағдайда біздің педагог жаңа жас мамандар педагог-психологтерге, тәрбиешілерге көмекші құрал ретінде әзірленген. Аталған мақсатты жүзеге асыру барысында біз бірнеше маңызды міндеттерге назар аударамыз. Ең алдымен мектеп алды жастағы балалардың мінез құлқында кездесетін қиындықтардың пайда болу себептерін, ерекшеліктерін, түрлерін теориялық әрі тәжірибелік тұрғыдан талданылды. Сонымен қатар балалармен жүргізілетін алдын алу, түзету, дамыту жұмыстарына тиімді психологиялық, педагогикалық әдістер мен технологияларды енгізу жолдары қарастырылды. Сондай-ақ балалардың эмоциялық тұрақтылығын нығайтуда, өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуға және қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ойындар мен жаттығулар жүйесін тәжірибеде қолдану тәсілдері ұсынылды. Бұдан бөлек балабақша мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастықты күшейту мақсатында тренингтер, кеңестер, психологиялық практикалық жұмыстарды ұйымдастырудың тиімді жолдары қамтылды. Әдістемелік ұсынымдардың практикалық маңызды педагогтердің күнделікті жұмысында тікелей қолдануға ыңғайлы болуында, ұсынылған материалдар педагог-психологтар мен тәрбиешілерге балалардың мінез құлқындағы қиындықтарды ерте анықтауға, алдын алу жұмыстарын жүйелі ұйымдастыруға және әр балаға жеке қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ата-анамен өзара сенімді байланыс орнатуға баланың ішкі қажеттіліктерін тереңірек түсінуге көмектеседі. Күтілетін нәтижеге тоқталатын болсақ, педагогтер мен ата-аналардың балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың себептерін дұрыс түсіну деңгейі артып, проблемаларды ерте кезеңде байқау дағдылары қалыптасады деп күтілуде. Педагогтер тәжірибеде қолдануға болатын ойындар мен жаттығуларды тиімді іріктеп, кәсіби қызметінде жүйелі пайдалана алады. Сонымен қатар балабақша мен отбасы арасындағы өзара әрекеттестікті нығайтып, балалардың эмоциялық саулығын қолдауға бағытталған жұмыстардың сапасы артады деп сенеміз. Енді осы жұмысты ұйымдастырудың, құрметті әріптестер, балалардың осы мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алу жұмыстары бір реттік процесс емес, бұл жүйелі, мақсатты және кезең-кезеңмен ұйымдастырылатын психологиялық, педагогикалық қолдау жұмысы. Осындай жұмыстар кешенді түрде ұйымдастырылған жағдайда біз тиімді, жағымды нәтижелерге қол жеткізе аламыз. Жақсы мінездің жол картасы әдістемелік ұсынымдарында осы бағыттағы жұмыс 4 кезеңнен тұрады. Мына слайдты өздеріңіз көріп отырғандай, диагностикалық кезеңнен, кеңес беру кезеңнен, практикалық және 4-ші кезең бақылау қорытынды кезең. Осы кезең қазір әр кезеңге кішкенеден тоқталып өтейік. Диагностикалық кезеңге мына алгоритмі осы. Диагностикалық себептерді анықтау, кеңес беру, мақсаттар қою, практикалық кезең бұл жерде түзету, дамыту жұмыстар, бақылау кезең бұл жер енді аналитикалық талдау, динамиканы анықтау деген сияқты. Қазір диагностикалық кезеңге тоқталатын болсақ, бұл кезеңнің негізгі мақсаты баланың мінез құлқындағы қиындықтардың пайда болу себептерін анықтаймыз. Не себепті бала өзін солай баланың мінез құлқы сондай, не себепті, бұған не түрткі болды деген сияқты баланың біз эмоциялық дамуын, тұлғалық ерекшеліктерін жан-жақты кешенді диагностикалық әдістемелерді жүргізу арқылы зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Диагностикалық жұмыстарға міндетті түрде педагог-психологтерден басқа тәрбиешілерде де, балабақша мамандарда да және ата-аналардың қатысуы өте маңызды, себебі біз бала туралы толыққанды жан-жақты ақпарат жинақтауымыз керекпіз. Тек бірлескен кезде ғана біз бақылау мен талдау арқылы осы барлық бала туралы ақпарат жинақталады бір жерге. Осы кезеңде балалар біз бақылауды міндетті түрде психологияның әдісі бақылауды міндетті түрде жүргіземіз, әңгімелесу деген сияқты сауалнамалар, түрлі психологиялық әдістемелер жүргізіледі.
кеңес беру кезеңіне тоқталатын болсақ, бірінші кеңес беру кезеңінің басты мақсаты жоғарыда бірінші кезеңнің диагностикалық жұмыстарының нәтижесіне сүйене отырып, біз алдағы педагогтер мен ата-аналарға кәсіби қолдау көрсету және бірлескен жұмыс бағытын айқындаймыз. Осы кезеңде педагог психолог тәрбиешілерге зерттеу жұмыстардың нәтижелеріне, эмпирикалық немен алынған нәтижелердің барлығын біз отырып, барлықтарымыз тәрбиешілер болсын, ата-аналар болсын, осының бәрі бір ортаға жинақтаймыз да, қандай ақпарат жинақталды, соны талдай отырып, осы ата-аналарға, тәрбиешілерге ақыл кеңестер беріледі. Балалармен қандай тиімді қарым-қатынас орнату жолдары, мінез-құлықтағы қиындықтарды жұмсақ әрі тиімді түзету тәсілдері бұл жерде анықталады. Эмоциялық шиеленісті төмендету әдістерін міндетті түрде осы жерде педагогтарға болсын, ата-аналарға болсын ұсынамыз. Осы кезең аясында практикалық жұмыстар жүргізіледі. Бұл жерде ата-аналар жиналыстар, осының барлығы біз ата-аналар жиналыстар арқылы, шеберлік сағаттар арқылы, сонымен қатар жеке кеңестер немесе топтық кеңестер ұйымдастырылады. Келесі практикалық кезеңге тоқталатын болсақ, негізгі мақсаты бұл кезеңнің таңдалған жұмыс бағыттарын тәжірибе жүзінде іске асырамыз. Және балалардың мінез-құлық қиындықтарын алдын алу мен түзету дамыту жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру бұл жерде басты мақсат. Бұл кезеңде балалармен түрлі дамытушы және түзету дамыту жұмыстары жүргізіледі. Практикалық жұмыстар баланың жас ерекшелігіне сай ойын технологиялары, жаттығулар және психологиялық әдістер арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс барысында ойын жаттығуларының картотекасы жасақталады. Сонымен қатар режимдік сәттерден тыс уақытта ойындар ұйымдастырылады. Тәрбиешілер үшін арнайы психологиялық сабақтар өткізіледі. Педагогтерге арналған практикум мен тренингтерде жүргізіледі. Сонымен қатар ата-аналарға біз міндетті түрде балалардың эмоциялық дамуын қолдайтын және отбасында жағымды психологиялық ахуалға қалыптастыруға немесе жетілдіруге көмектесетін ойындар мен жаттығуларды осы кезеңде біз ата-аналарға әзірлейміз. Келесі кезең бақылау қорытынды кезең. Бұл кезеңде жүргізілген барлық жұмыстардың нәтижелігі бағаланып, балалардың эмоциялық тұлғалық дамуындағы өзгерістерді жаңағы бірлесіп отырып талдау жұмыстары, аналитикалық жұмыстар жасалынады. Қорытынды диагностика. Бұл кезеңде де диагностиканың екінші кезеңі жүргізіледі. Бастапқы мен қорытынды диагностика. Бұл кезеңде қорытынды диагностика жүргізіледі. Бастапқы кезеңде қолданылған әдістер, психологиялық әдістемелер, бақылау схемаларды барлық бүкіл осы жоспарланған барлық зерттеу әдістемелердің барлығы сол негізінде қайта жүргізіледі. Нәтижесінде баланың мінез-құлқындағы өзгерістердің динамикасын, біз эмоциялық тұрақтылық деңгейінің динамикасын, қарым-қатынас дағдыларының даму динамикасы, сонымен қатар өзін-өзі реттеу қабілеттерінің барлығы салыстырмалы түрде талданылады. Алынған нәтижелер мамандарға жүргізілген психологиялық педагогикалық жұмыстардың тиімділігін жан-жақты бағалауға, баланың эмоциялық тұлғалық дамуындағы оң өзгерістерге анықтауға және алдағы жұмыс бағыттарын нақты жоспарлауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы қорытынды талдау барысында қолданылған әдістер мен жұмыс формаларының нәтижелігі де сараланады. Шынымен динамика болды ма, болмады ма? Қажет болған жағдайда, егер динамика көрінбесе, біз оларды сол әдістемелерді, жұмыс формаларын бәрін толықтыру немесе түзету жолдарын қайта қарастырамыз. Ал енді құрметті әріптестер, жалпы бірінші сұрақ бойынша менің айтайын дегенім осы. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса, құрметті әріптестер, енді кезекте әдістемелік ұсынымдарының маңызды бөлімдерінің бірі, жоғарыда айтып кеттік қой, бірінші этаптағы балалардың мінез-құлық қиындықтарын алдын алу жұмысының диагностикалық қамтамасыз етілуі тақырыбына тоқталамыз. Бұл осы бағыттағы ақпаратпен әріптесім Қымбат Қосманқызы сіздерді таныстыратын болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жоғарыда әріптесім айтып өткендей, жақсы мінездің жол картасы атты әдістемелік ұсыным бірнеше кезеңдерден тұрады деді. Міне сол кезеңдердің бірі диагностикалық кезеңге тоқталамыз. Біз балалардың мінез-құлқы және эмоционалдық қиындықтарын диагностикалау мәселесіне
тоқталамыз. Қазіргі таңда мектепке дейін ұйымдарда кездесетін өзекті мәселелердің бірі баланың мінез құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқап, оған дұрыс педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету. Енді себебі кез келген мінез құлық ерекшелігі баланың ішкі эмоционалдық жағдайымен, отбасылық ортасымен, қарым-қатынас тәжірибесімен және қоршаған ортаға бейімделумен тікелей байланысты болады. Яғни баланың мінез құлқындағы кез келген ерекшелік бір ғана себептен туындамайды. Ол бірнеше факторлардың өзара байланысының нәтижесі болып табылады. Сондықтан диагностикалық жұмыс барысында біз баланың тек сыртқы әрекетіне емес, оның эмоционалдық жағдайына, отбасылық тәрбиесіне, қарым-қатынас тәжірибесіне және ортаға бейімделу деңгейіне кешенді түрде назар аударамыз. Диагностика бұл баланы жақсы немесе жаман деп бөлу емес, диагностика баланы түсіну. Яғни баланың қандай жағдайда мазасызданатынын, не себепті агрессия көрсететінін, неге тұйықталатынын, немесе не үшін шамадан тыс белсенді болатынын анықтауға мүмкіндік беретін маңызды құрал. Сондықтан диагностикалық жұмыс түзету мен алдын ала жұмысының негізі болып табылады. Баладағы эмоционалдық және мінез құлық қиындықтары көбінесе сырттай байқалғанымен, оның түпкі себебі тереңде болады. Мысалы, агрессивті көрінетін бала шын мәнінде қорқыныш немесе сенімсіздік сезінуі мүмкін, ал тыныш тұйық бала эмоционалдық оқшаулануы, бастан өткізуі ықтимал. Осындай жағдайларда педагог пен психологтың міндеті баланың ішкі жағдайын жан-жақты зерттеп, оған тиімді қолдау көрсету жолдарын анықтау. Осыған орай ұсынып отырған әдістемелік ұсыным баланың эмоционалды, тұлғалық, танымдық және әлеуметтік даму ерекшеліктің толық қамту мақсатында таңдалған. Енді келесі біз өзіміздің әдістемелік ұсынымға іріктеу кезінде бірнеше маңызды қағидалар ескерілді. Оның өзіңіз көріп отырсыздар, баланың жас ерекшелігіне сәйкестігі болу керек болды. Мектепке дейінгі ұйым жағдайына қолдануға ыңғайлы болу керек. Нәтижесінің практикалық маңыздылығы, педагогтар мен психологтардың күнделікті тәжірибесіне тиімді пайдалануға қолайлылығы. Енді диагностикалық жұмыс, өздеріңіз білесіздер, диагностикалық жұмыстың ең бастысы баланы диагностика алмас бұрын ең бастысы педагогтермен, ата-аналармен әңгімелесу. Яғни бұл жаңағы сұраныс түскен балалардың қандай бала екенін, немесе қандай жағдайда мінез құлқы қалай өзгеретіні жайлы, яғни бақылаулар жүргіземіз, сауалнамалар өткіземіз. Міне мына жерде бақылау схемаларын жүргіземіз. Сонан кейін барып қана біз балалармен проективті әдістемелер қолданамыз. Міне осы бақылаулардың ата-аналар мен педагогтерге арналған бақылаулар және сауалнамалар алдарыңызда тұр. Біз 5 құралды алдық, 5 әдістемені алдық. Бұл бірінші әдістеме, мысалы... Кешіріңізші сөзіңізді бөлейін. Сіздің презентацияларыңыз тұрып қалды. Ойбай. Презентация жүріп атқан жоқ. Жақсы, әріптестер ескеріп отырыңыздар, рахмет. 4-ші презентацияда тұрсыз. Мәссаған. Көрінді ме? Көрінді, иә, шығып жатыр. Көрінді ме? Көрінді. Енді көрінді ме? Иә, жүргізіп атсыз қазір. Просто жаңа жүргізбей тұрып қалдыңыздар бір орында. Жоқ, жүргізіп отырмыз. Бізге енді көрініп жатыр міне. Жаңа 4-ші презентацияда тұрған, қазір 19-ға қойдыңыз. Біз жүргізіп отырмыз оны. Енді бұл жерде ең бірінші бақылауға тоқталатын болсақ, бұл баланың мінез құлқындағы бақылау схемасы арқылы баланың мінез құлқындағы ерекшеліктерін қаншалықты жиі және қандай жағдайда көрінетін нақты анықтай аламыз.
Мысалы, бақылау схемасында агрессивтілік, негативизм, қорқыныш, алаңдаушылық, гипербелсенділік, эмоционалдық оқшаулану сияқты мінез-құлық ерекшеліктер толық қамтылған. Бұл педагогке тек мәселені анықтауға емес, сонымен қатар оның пайда болу жағдайларын талдауға көмектеседі. Яғни бала қай кезде мазасызданады, қандай ортада қақтығысқа түседі, қай жағдайда өзіне сенімсіздік көрсетеді, осының барлығы бақылау нәтижесінде айқындалады. Енді келесі бақылау бұл баланың әлеуметтік дамуының профилі. Бұл әдістеме баланың ортаға бейімделу деңгейін көрсетеді. Сонымен бірге баланың құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынасын кешенді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл профиль арқылы баланың әлеуметтену деңгейі, топтағы орны, көшбасшылық қасиеттері немесе қарым-қатынас қиындықтары анықталады. Мұндай ақпарат педагогтерге баламен жеке жұмыс бағытын дұрыс жоспарлауға көмектеседі. Тоқта қалды ма? Тағдағы көпедер айта беріңіз. Енді сауалнамаларға келетін болсақ, сауалнамалар мінез құлқында қиындықтары бар балаларды анықтауға арналған экспресс-диагностика. Бұл әдістеме баланы ерте кезеңде байқап қалуға көмектесетін скрининг. Яғни бұл бірден диагноз қою емес, бұл осы балаға көбірек назар аудару керек деген белгі. Бұл әдістеме нені көрсетеді? Бала құрдастарымен қандай қарым-қатынас жасайды, тез шаршайды ма, нұсқауды орындай ма, агрессия немесе тұйықтық бар ма, зейіні тұрақты ма, кейде балада қиындық бірден байқалмайды. Ал осы сауалнама арқылы педагог балада қиындық бар жоғын ерте анықтай алады. Ерте анықталған қиындық ерте көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар міне тағда келесі бала тәрбиесіндегі стиль әдістемесі. Кейде біз баланың мінезін түзегіміз келеді. Бірақ мәселе тәрбие стилінде болады, яғни тәрбие стилінде болуы мүмкін. Бұл әдістеме ата-ананың балаға қалай әсер ететінін көруге көмектеседі. Мысалы, авторитарлық стиль бұл көп тыйым, көп бақылау, нәтижесі қорқыныш, сенімсіздік, жасырын агрессия пайда болады. Демократиялық стиль баланы тыңдау, бірақ шекараны сақтау. Бұл ең тиімді стиль болып келеді. Немқұрайлы стиль балаға эмоциялық көңілдің жетіспеуі. Нәтижесі агрессия, назар іздеу, тәртіп бұзушылық. Мысалы, бала тәрбиесінің стилі әдістемесі арқылы ата-ананың балаға қалай әсер ететінін көруге болады. Кей ата-аналар бәрін тыйым арқылы шешеді. Кейбірі керісінше мүлде шекара қоймайды. Ал бұл баланың мінез құлқына тікелей әсер етеді. Кейде мәселе баланың мінезінде емес, ересектермен қарым-қатынас жүйесінде болуы мүмкін. Диагностика тек психолог емес, тәрбиеші, логопед, музыка жетекшісі де қатыса алады. Өйткені әр маман баланы әр қырынан көреді. Сирс мазасыздық шкаласы балалардың мына жерде алдында болған, мына жерде Сирс мазасыздық шкаласы бұл баладағы алаңдаушылық деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістеменің ерекшелігі баланың күнделікті мінез құлқындағы белгілер арқылы оның ішкі эмоционалдық жағдайын бағалау. Кей жағдайда бала өз мазасыздығын сөзбен жеткізе алмайды, бірақ оның қимыл қозғалысы, сөйлеуі немесе мінез құлқы арқылы бұл анық байқалады. Сондықтан бұл шкала тәжірибеде өте тиімді құралдардың бірі болып табылады. Жүріп жатыр ма? Енді балалардың мен өткізетін проективті әдістемелер. Өздеріңіз білесіздер, мектепке дейінгі шақтағы балалармен жұмыста көбінесе проективті әдістемелер өте қолайлы. Яғни сурет әдістемелері көп ақпарат береді. Біз міне осындай әдістемелерді алдық. Бұл әдістемелер жайлы қысқа айтып өтейін. Мысалы, баспалдақ әдістемесін алсақ, бұл баспалдақ әдістемесі өте қарапайым, бірақ өте терең әдістеме. Баспалдақ әдістемесінің ең маңызды жері бала тек өзін ғана бағаламайды, сонымен қатар мені анам қалай бағалайды, мені әкем қай сатыға қояр еді,
тәрбиешім қай сатыға қояр еді деген сұрақтарға жауап береді. Осы арқылы біз баланың өзін ересектер көзімен қалай қабылдайтынын байқаймыз. Бұл әдістемеде бізге ең қызығы баланың өзі емес, баланың өзін қалай сезінетіні белгілі болады. Енді қазір әріптестер кішкене демалайық. Есімізге өзіміздің бала шағымызды есімізге алайық. Яғни, осыдан қаншама жыл бұрынғы өзіміздің бала кезіміздегі өзіміздің ішкі күйімізді есімізге алайық. Яғни, біз бұнда, бұл жаста біз өзімізді қалай сезіндік ортада? 5-6 жас болуы мүмкін. Біз өзімізді қалай сезіндік? Біздің өзімізді қай сатыға қойдық? Яғни, жоғары ма, орта ма, төмен ба? Өздеріңіз көріп отырсыз, мына сатылар бойынша жоғары, төмен сатылар. Міне, бұнда жоғары сатылар балалардың түсінуінше жоғары деген ол жаңағы балалардың жақсы бала деп бағалау мүмкін, төмен деп, өзін жаман деп бағалау мүмкін. Міне осы сатыларда қай сатыда өзіңізді қояр едіңіз сол кезде? Сонан кейін анаңыз, әкеңіз қалай бағалар еді деп ойлайсыз? Сосын тәрбиешіңіз қалай бағалар еді? Ойландық па? Сіз бұл жерде ойланған көз алдыңызға елестеткен кезде әртүрлі көңіл күйде боласыз. Кей адамдар өзін жоғары жақсы сезінген, яғни ата-анасының өзін жоғары қояды, немесе тәрбиеші оны бағалайды деген көзқарастарыңыз бұл өзіңізді жақсы сезімге келтіреді, өзіңіздің бағалауыңыз жоғары болады, сенімді боласыз. Ал егер ата-аналарыңыз сізді төмен бағалайтынын сезсеңіз, немесе тәрбиешінің төмен бағалайтынын сезсеңіз, өзіңіздің сол кездегі көңіл күйіңіз өзіңізге сенімсіз, кішкене тұйықталып қалған боларсыз. Енді осы әдістемеге кішкене толықтыра кетейік. Әріптестері, баспалдағы әдістемесі баланы өзін-өзі, әріптесім айтып кетті ғой, өзін-өзі бағалау деңгейін анықтауға байланысты. Ал шын мәнінде баланың өзін-өзі бағалау деңгейі баланың әлеуметтік орта қалыптастырады. Әлеуметтік орта жаңағы ата-анасы, әкесі, анасы, мысалы тәрбиешісі қалай оны бағалайды, бала сол мектепке дейінгі жаста бала сол өзінің бағалау деңгейі сол кездерде қалыптаса бастайды. Сондықтан біз үнемі айтамыз ғой, баланы сөзсіз қабылдау деген сияқты баланы көтермелеу керек. Дәл осы мектепке дейінгі жаста баланың мінез құлқы қалыптасатын кезең. Бұл өте тиімді әдістеме, өте ыңғайлы. Кез келген ата-ана, кез келген тәрбиеші баладан осы 3 сұрақ қою арқылы, сен қалай ойлайсың деп, мысалы, сұрақтар қою арқылы баланың өзін-өзі бағалау деңгейін анықтауға болады. Енді сізде келесі бізде айтатынымыз, кейде көбіне мұндай мысалы балалар өздерін төмен сатыға қояды. Көбіне мұндай балалар өзіне сенімсіз, жиі сын естиді, сен дұрыс істемедің деген сөздерді көп естиді. Кейде топтағы ең тыныш бала ең мазасыз болып шығады. Мысалы, егер бала өзін жоғары қояды, бірақ анам мені төмен қояды десе, онда бұл ата-ананың сыны көп екенін, баланың эмоционалды қолдау сезінбейтінін, мен жеткіліксізбін деген ішкі сезім барын көрсетуі мүмкін. Ал керісінше бала өзін төмен бағалайды, бірақ анам мені жоғары қояды десе, онда балада сенімсіздік, мазасыздық, өз мүмкіндігін төмендеу байқалуы мүмкін. Егер бала барлық ересекті өзін тек ең жоғары сатыға қояды деп ойласа, бұл кейде шынайы емес, жоғары өзін-өзі бағалау, шектен тыс еркелету, шекараның аз болу сияқты белгілер көрсетуі мүмкін. Ал егер бала тәрбиешіні ата-анадан төмен бағалайды десе, онда педагогпен эмоционалдық байланыс әлсіз болуы, өзін топта жайсыз сезінуі, жиі ескерту алуы мүмкін. Бұл әдістеме арқылы біз тек өзін-өзі бағалау емес, баланың ересектермен эмоционалдық қарым-қатынасында көреміз. Яғни бұл әдістемені біз жиі қолданғандықтан, көбінесе өзі болады ғой, тәрбиешілерді демократиялық стиль деп бөлеміз, авторитарлық стиль деп. Мысалы, демократиялық стиль тәрбиешілердің балаларына көбінесе
тұйық балаларынан тест осындай әдістеме алған кезде балалардың көбісі өздерін тәрбиешілердің төмен бағалайтынын көрсетеді. Ал неге десең, өйткені ол кісі мені ұнатпайды, өйткені мен жаман баламын деген жауаптар болды. Ал енді жаңағы авторитарлық стильді кешіріңіздер. Ал демократиялық стильдегі тәрбиешілер, олардың балалары өзін сенімді ұстап, жаңағы тіпті тұйық балалардың өзін жоғары қойып, яғни тәрбиеші мені осылай бағалайды деген жауаптар болды. Бұл да көрдіңіздер ме, бала менен тәрбиешінің, бала менен ата-ананың арасындағы қарым-қатынас болып келеді. Баланың топтағы өзінің жағдайын бірден осы арқылы біз сезе аламыз. Яғни егер тәрбиеші төмен бағалады деп бала айтса, яғни бұл сигнал, бала бұл жерде топта өзін жайсыз сезінді дегеннің несі, бірден бір белгісі. Енді біздер бұл әдістемені сіздерге де практикада қолдануға болады. Мысалы, өзін жаңағы топтағы тұйық, ренжігіс, агрессивті, немесе өзіне сенімсіз балалармен қолдана аласыздар. Яғни бұны жайлап отырып, балаға түсіндіріп, өзің қай жерге қоясың, қалай ойлайсың деп сұрақ жауап арқылы алуға болады. Міне сонда баланың ойын байқайсыздар. Келесі бізде суреттер әдістемесі. Бұл баланың әлеуметтік интеллектісін, яғни қақтығыс жағдайда өзін қалай түсінетінін және мәселені қандай жолмен шешетінін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістеме балаларға қызықты әрі жеңіл форматта ұйымдастырылады. Өйткені мектепке дейінгі жастағы бала сурет арқылы өз ойын еркін жеткізеді. Мұнда біз баланың агрессияға бейімділігін ғана емес, оның қарым-қатынас мәдениетін, көмек сұрай алуын, өз бетінше шешім қабылдау деңгейін де байқай аламыз. Сонымен қатар бізде міне өзіме қатты ұнайтын әдістеме бұл кактус әдістемесі, графикалық әдістеме. Бұл әдістеме баланың сурет арқылы өзінің эмоционалдық күйін бейсаналы түрде көрсетуіне негізделген. Балалар көбінесе сурет салу кезінде өз қорқынышын, агрессиясын, жалғыздық сезімін немесе керісінше ашықтығын еркін бейнеледі. Әдістеменің басты ерекшелігі балаға қысым жасалмайды, ол өзін табиғи түрде көрсетеді. Сондықтан бұл тәсіл мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыс жасауға өте қолайлы. Балалар кейде айта алмайтын эмоциясын суретпен көрсетеді. Біз балаға кактус сал дейміз, қарапайым тапсырма сияқты, бірақ сол суреттен көп нәрсе көруге болады. Бұнда мысалы кактустың егер инелері ұзын және үшкір болса, бұл ішкі агрессия белгісі болуы мүмкін. Егер кактус кішкентай және парақтың төменде болса, бала өзіне сенімсіз болуы мүмкін. Ал қара түстер көп болса, мазасыздық белгісі болуы мүмкін. Енді қазір мына жердегі осы 6 кактус суретіне назар аударайықшы. Бұл суреттердің барлығында суреттердің қарап отырсаңыздар ортақ белгілері олардың жаңағы гүл ыдыстарының болуы. Кейбір балалар болады сурет салған кезде ыдыстарды салмайды, ол өте қиын проблема, ол шөлде өскен жалғыз кактусты салуы мүмкін. Ал мына жерде енді проблема бар, бірақ бұл жерде көбінесе ыдыс өте қолайлы, бұл отбасының қолдауы деп ойлаймын. Келесі мысалы, мына суреттерге қарасақ, ерекше көзге түсіп тұрған күлгін кактусқа назар аударыңыздар. Бұл күлгін кактус, күлгін түстің басым болуы, бұл негіз көбінесе интерпретация кезінде психологияда, бұл қиялдың эмоционалдық сезімталдықтың белгісі. Кактус ірі, бояуы бақтыл салынған, бұл баланың өзін көрсетуге ұмтылысын байқатады. Гүлдің қызыл түсте болуы эмоцияның күштілігін, назар мен қолдауға қажеттілігін көрсетілуі мүмкін. Тікенектер өте өткір емес. Сондықтан агрессия деңгейі жоғары емес, бар агрессия деңгейі, бірақ көп емес. Керісінше ішкі сезімталдық басым болуы ықтимал. Бала эмоциялық тұрғыда ашық, шығармашылыққа бейім, бірақ кей кезде өзін қорғауға тырысады. Мадақтау мен эмоционалдық қолдау маңызды бұндай балаға. Келесі міне өте назар аударатын қара түсті кактусқа қарасаңыздар, бұл қара түсті
толық қолданылу эмоционалды қысымды, мазасыздықты немесе тұйықтық көрсетуі мүмкін. Суретте деталь аз. Бұл баланың ішкі күйін ашуды сақ екендігін байқатады. Кактус ортада орналасқан, өзін маңызды сезіну қажеттілігі бар. Балада ішкі уайым, шаршау немесе эмоционалды жабықтық болуы мүмкін. Бұл міндетті түрде тағы бір ескерілетін жағдай, яғни қара түстің болуы, бұл негатив емес. Кейде тәрбиешілер болады, мына бала қара түспен бәрін бояды, бұл негативті нема, қиын балама деген әдістемелер. Бұл негативті емес, бұл баланың жай ғана кей кезде болады, қара түсті алып, яғни басқа түстерден гөрі қара түсті алып жай бояуы, яғни оған да ескеріледі. Бұл әдістеме тек қана өзін ғана кактустың ғана әдістемесін емес, жаңағы менің отбасым деген басқа да проективті әдістемелердің барлығының нәтижесін бағалай отырып қана, яғни бәрін біріктіріп қана, бір-бірімен салыстырмалы түрде айтылады. Яғни бір әдістемеден барлық бала туралы баланың суретін жасап беру деген ол мүмкін емес. Сондықтан барлық әдістемелерді біз қолданып, сонан кейін бар результатын шығарамыз. Енді айтып отырғандықтан, жасыл домалақ кактусқа назар аударыңыздаршы. Жасыл түс табиғаттың тыныштығын білдіреді. Құмыраның әдемі өрнектелуі, көріп отырсыздар, міне бірінші тұрған, эстетикалық талғам мен ұқыптылықты көрсетеді. Яғни балада эстетикалық талғам бар. Кактус жұмсақ формада салынған. Бала эмоциялық тұрақтырақ, ортаға бейімделу жақсы, әсемдікке, тәртіпке назар аударады. Қорғаныс механизм бар, бірақ агрессия байқалмайды. Яғни міне осылай уақытымыздың аз қалғандықтан келесі әдістемелерді. Осымен келесі енді менің отбасым әдістемесіне тоқталайық. Отбасым әдістемесіне тоқталсақ, мен бір үш әдістемені үш суретті алдарыңызға, назарларыңызға ұсынып отырмын. Бұнда көріп отырсыздар, бірінші сурет, бұнда үш адамның, яғни екі үлкен фигура, анасы мен әкесінікі, және баланың кішкентай болып салынуы. Бұл формада көріп отырсыздар, баланың кішкентай болып салуы, өзін әлсіз сезінуі, өз пікірін ашық айта алмауы, ересектерден қысылу, төмен өзіндік баға сияқты ерекшеленеді. Енді әкесінің бейнесіне қарасаңыздар, бұл әкесінің бейнесі, бұл өте бір авторитарлық, бір қорқыныш, бір уайым тудыратын секілді. Бұл жерде қарап отырсыздар, үш отбасының адамы салынғанымен, бұларда бір жақындық байқалмайды. Яғни жақындық жоқ, бұнда эмоциялық байланыс аз деген сөз. Бұл семьяда. Ал енді келесі суретке қарасаңыздар, қызыл түсті киінген көріп отырсыздар, ер адам. Бұл жерде қыз бала сурет салған болатын. Бұл суретте қыз бала өзінің суретін салмады. Яғни әпкесінің, бауырының және әкесінің суретін салды. Бұл жерде де бір қарама қайшылықтар, қиындықтар бар екені бұл отбасында көрініп тұр. Яғни бұл алаңдайтын жағдай. Енді келесі үшінші суретке қарап отырсаңыздар, бұл жерде де барлығы бірге тұр, бірақ олардың арасында эмоциялық жақындық жоқ. Міне осындай суреттер арқылы біз интерпретация жасаймыз. Келесі бізде кішкене практикалық жұмыс тезірек өткізіп алайық. Бізде міне мынау кішкене адамдармен бар ағаш әдістемесі. Бұл әдістеме көбінесе бізде жаңағы балалармен де өткіземіз, педагогтермен де өткіземіз. Міне осы сіздерге қазір осы әдістемеге қарап отырып, өздеріңізді бірінші, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізге байланысты қай адаммен өзіңізді ұқсатасыз, енді келтіресіз. Келесі екінші сұрақ, сіз қандай адамның позасында тұрған тұрысында, немесе жаңағы отырысында болғыңыз келеді. Яғни өзіңіздің болашақ бейнеңіз қандай болғанын ұнатасыз. Ал бірінші өзіңіздің қазіргі бейнеңіз. Бұл өздеріңіз көріп отырсыздар, адамдардың номерланған, міне сол номерлар бойынша бірінші, екінші деп белгілеулеріңізге болады. Кәнекей, ойланайық, тезірек интерпретациясын тез жасайық, уақыт аз қалды. Кім қалай белгілейді?
чатқа жазуларыңызға болады, бірінші, екінші. Немесе микрофондарыңызды қосып Айтуларыңызға. айта беріңіздер, иә. Ағаштың үстіндегі қай адаммен өздеріңізді теңестіресіздер, мынау менмін деген сияқты. Осы қазіргі көңіл күйіміз ма? Қазіргі жағдайымыз. Қазіргі мен 10-шы тұрған адам болып сезініп тұрмын өзімді. Ал қандай болғыңыз келеді? Қандай нөмірлі адам болғыңыз келеді? Ағаштың үстінде қай жерде тұрғыңыз келеді? Қай жерде тұрғым келеді? Білмеймін, даже қай жерде тұрғым келетін. Әріптестер таңдау жасап үлгеріңіздер. Қазір осының анық. 20-шы болғым келеді. Дұрыс. Сіз бұл 10-шы дегеніңіз, бұл жайлылық көңіл күйдің белгісі. Яғни бұл жақсы бейімделген адамдар өзін осындай 10-шыға қояды нөмірге. Ал 20 дегеніміз өзін жоғары бағалаған, өзіне сенімді адам болғыңыз келеді екен. Рахмет. Тамаша. Тағы да таңдау жасап үлгердіңіздер ма? Уақыт, Мен белгіледім 15. Чатқа белгілеп жатса. Ол не? Жаңа айтып отырмын, жайлы жағдай, иә. Тамаша. Енді міне мынау бойынша міне қарап өтулеріңізге болады. Жазбағандарыңыз өздеріңіздің. Іштей шешім қабылдағандарыңыз міне сипаттамасы тұр адамдардың. Қарап шығуларыңызға болады. Қарап шығыңыздар. Скриндап алуларыңызға болады. Енді әріптестер, енді кезекті әдістемелік ұсынымдардың тәжірибелік маңызы жоғары тағы бір бөлімдерінің бірі, ол мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық қиындықтарын алдын алуға және түзетуге дамытуға бағытталған ойын технологиялары мен психологиялық педагогикалық қолдау көрсету қағидаларына тоқталамыз. Поделиться дейік. Дұрыс. Әріптестер көрініп тұр ма? Жоқ, көрінген жоқ. Мынаны жаба тұрайық, тағы бір жауып не дейікші. Сворачивать етілдер. Қазір өздеріңіз білетіндей, қазір кішкене техникалық ақауларымыз болды. Өздеріңіз білетіндей, мектепке дейінгі кезеңде, мектепке дейінгі кезеңде ойын баланың жетекшісі әрекеті. Осы бала ойын арқылы өзінің қоршаған ортамен, қарым-қатынас жасайды, қарым-қатынас дағылары қалыптаса бастайды қазір. Кешірім өтінем. 708-де. Әлеуметтік тәжірибе жинақтайды, сонымен қатар сондықтан осы балалармен мінез-құлықтағы қиындықтарды біз тегінен сол ойын арқылы тәжірибе жинақтау, ойын технологиялар арқылы қалыптастыру ең тиімді әдіс тәсілдер деп білеміз. 708-ден ашып. Кешірім өтінеміз, кішкене презентациямыз
неден шығып кетіп тұр. Психологтар тәжірибесінде ойын балалардың эмоциялық шиеленісін төмендетуге, агрессияны қауіпсіз жолмен шығаруға, алаңдаушылықты азайтуға және өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әсіресе топтық ойындар балаларды бірлескен әрекетке, ережені сақтауға, өз эмоциясын басқаруға және құрдастарымен жанжалсыз қарым-қатынас жасауға алып келеді. Сонымен қатар, мұндай жұмыстарда баланы тек түзету емес, ең алдымен оны түсіну, қабылдау және эмоциялық қолдау көрсету өте маңызды болып табылады. Себебі бала өзін-өз қауіпсіз әрі қабылданған ортада сезінген кезде ғана ашық қарым-қатынасқа түсіп, өз эмоциясын еркін білдіре алады. Осыған байланысты әдістемелік ұсынымдарда балалармен жұмыс Ой, әріптестер. Көрініп тұр ма енді? Так. Көрінді. Пока слайды. Қазір біз ойындарымызға полный экраны керек қой. Сонымен, өздеріңіз көріп отырсыздар, ойынның жаңағы көрінбей кеткен нелеріміз біздің. Мұндай қатарда жаңағы баланы тек тұлға ретінде құрметтеу, мынандай қағидаларды біз басшылыққа алдық. Қауіпсіз эмоциялық орта қалыптастыру, жазалаудан гөрі қолдау көрсету керек, баланың жетістігін үнемі мадақтап, атап елеп жүруіміз керек біз, және де баланың ішкі қажеттілігін түсінуге ұмтылу бағыттары басшылыққа алынады. Әдістемелік ұсынымдарда біз мектеп жасына дейінгі балаларда арнайы ойындар кешенін құрастырдық. Атап айтқанда жаңағы біз негізгі мінез құлықтарды айқындадық. Өзіміз жиі кездесетін балалардың ортасында, мектепке дейінгі жастағы балалардың ортасында үш негізгі сондай жиі кездесетін мінез құлықтарды белгілеп алдық. Агрессивті мінез құлық балалардың жиі бойларында көрінеді, сосын кейін алаңдаушылық мінез құлықтары жиі көрінеді. Оның ішіне тұйық балалар, ұяң балалар деген сияқты. Сонымен қатар гиперактивті, гипербелсенді балалар, бір орында отыра алмайтын, нұсқауды тыңдамайтын, зейіннің тапшылығы бар балаларды, осы проблемаларды жеке жаңағы осы балалармен ойындар кешені, түзету дамыту ойындары жүйеленіп құрастырылды. Бұл әр бағыт бойынша жаңағы құрастырылған ойындар, біраз ойындарымыз кішкене ұлттық нақышта, ұлттық құндылықтарды балалардың бойына сіңіру мақсатында ұлттық нақышта қолданылды, құрастырылды. Әр бағыт бойынша ұсынылған ойындар баланың психологиялық, эмоциялық ерекшеліктерін ескере отырып іріктелінді. Олардың эмоциялық жағдайын тұрақтандыруға, мінез құлықтағы қиындықтарды жұмсартуға және әлеуметтік бейімделуін қолдауға бағытталған. Енді мысалы, алаңдаушылықты әр мінез құлықпен ойындар әртүрлі болуға тиісті. Себебі, мысал үшін, алаңдаушылығы жоғары балалармен арналған ойындарда біз ең алдымен қауіпсіз сезімін қалыптастыруымыз керекпіз бұл балалармен. Балалар өйткені тұйық қой, ішкі сезімдерін айтпайды, сондықтан балаға ең маңызды бұл өз-өзін қауіпсіз сезіну. Өйткені бұл ойында қорқыныш сезімі үнемі билеп тұрады, өзіне деген сенімділігін арттыруымыз керекпіз. Бұл жерде ең басты өзіне деген бағалау сезімі жоғары болу керек. Сонымен қатар ойындар баяу, бұл балалармен ойындардың барлығы баяу, ырғақта, тыныш, эмоционалдық ортада ұйымдастырылу керек. Тыныс алу жаттығулары, сенсорлық сезінулер мен эмоционалдық қолдау элементтері бұл ойындарда қамтылу міндетті түрде тиісті. Себебі өзара жарысу деген ойындар бұл балаларға кішкене тиімсіз болады. Келесі гипербелсенді балалар, бұл балаларда көбіне зейіннің тапшылығы жиі байқалады. Балалар бір орында отырмайды, қозғалысы, энергиясы өте көп балалар. Бұл балаларға арналған ойындарда қозғалыс белсенділігі
дұрыс арнаға бағытталуы керек. Зейін тұрақтылығын дамыту және өзін өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру негізгі назар бұл жерде. Осыны басшылыққа аламыз. Сондықтан бұл бағыттағы ойындар қимыл қозғалысқа негізделгенмен нақты ережелерді сақтайтын ойындар беріледі. Әрекетті кезек-кезекпен балалар орындау керек. Тыңдай білуді, нұсқауды, естуді. Бұл балалар көп жағдайда естімейді, біз айтып жатсақ та естімейді. Естіген кейіп танытады, бірақ олар бірнеше нұсқауды бірден жадына сақтай алмайды. Сондықтан қарапайым қысқа нұсқалармен берілу керек бұл балаларға. Мұндай ойындар балалардың артық энергиясын, жаңа қимыл қозғалысты ойындар балалардың артық энергиясын қауіпсіз түрде шығарамыз оны. Сонымен қатар ұйымдасқан әрекетке біз бейімделуіміз керекпіз, ықпал етуіміз керекпіз. Келесі агрессиясы жоғары балалар, балалармен, жаңағы мінез құлық байқалатын балалармен жүргізілетін ойындардың ерекшелігі баланың жағымсыз эмоцияларын қауіпсіз жолмен сыртқа шығаруымыз керекпіз. Эмоциясы, жағымсыз эмоциялар басым ғой бұл балаларда, агрессиясы жоғары балаларда. Сондықтан біз сыртқа шығарудың мүмкіндік беруіміз керекпіз бір балаларда. Тиым салмауымыз керекпіз балаларды. Жылама, нетпе, айғалама деп, керісінше бұны жаңа түрлі техникалар арқылы сыртқа шығаруымыз керекпіз. Бұл ойындарда эмоцияны тануды, өз эмоциясын басқару, жанжалсыз, қақтығыссыз қарым-қатынас жасау дағдылары қалыптастырылады. Қасындағы балаларды сыйлау деген сияқты. Сонымен бірге күш-қуатты қажет ететін ұлттық. Бұл жерде ұлттық қимылды ойындарда осы жинақталған, осы балаларға арналған әдістемелік ұсынымдарда осы қимыл қозғалыс ойындар арқылы баладағы ішкі шиеленіс төмендеп, эмоционалдық тепе-теңдік қалыптаса бастайды. Енді бұл балалармен көптеген біз енді мән бере бермейміз, бірнеше ойындарды жүргізіп көрейік. Бізде әдістемелік ұсынымдарда берілген. Қазір мысал үшін гиперактивті балаларға, біз көп жағдайда олар топта жүгіріп жүреді, отырмайды, бір өзі шағын топтарға жүгіріп келіп, соларға бір килігеді, олар оны қабылдамайды. Келесі мысалы конструктор жинап отырған балаларға тағы жүгіріп келіп, олармен де бірге нетпей, сондай өзінің қызығушылығы тез ауытқып отырады. Бұл балаларды, бұл оның жаңағы физиологиялық табиғаты, баланың физиологиялық несі себебі бала өз-өзін тежей алмайды. Бір орында жаңағы зейінін бір жерде тұрақтандыра алмайды. Сондықтан Өзіңіз сондай қаждатын? Отыра алмайды ғой? Өте көп. Ол балаларды біз көп жағдайда аламыз да бір орынға отырғызып қоямыз. Қане отыршы, қанекей деп, қимыл. Бұл өте дұрыс қате әрекет, себебі бұл балалардың жаңағы артық энергиясын біз шығаруымыз керекпіз. Оны тежеп отырғызуға мүлдем тыйым салынады. Сондықтан бізде бұл балалармен әртүрлі техника бірден, ол бала өз-өзін тұрақталдыра алмай отыр ғой. Әр шағын топқа жүгіріп, ана балаларға шағын топқа келесі шағын топқа жүгіріп барады, сурет салған балаларға тақ тоқталады да сәлі нетеді, мүлдем басқа неге ауытқып кетеді. Сондықтан бұл балаларға бірден бір техника үйрете қойсақ, істете қойсақ, ол әрине өзінің көп жағдайда біз мән бермейміз, негізінде өзінің жаңағы әсері бар, негізінде жағымды. Мысалы, мынандай ойын, қазір маған әріптесім көмектеседі. Бәріміз баланы отырғызып қоямыз, айтамыз, бәріміз қатты мұзға айналамыз, мұз жаңа деген ойын. Біз қатты мұзбыз дейміз, біздің қолдарымызды қатты жұмамыз. Қайталап көрейікші әріптестер, кішкене серіп қаласыздар. Қолдарымызды, иықтарымызды қатты, аяқ қолдарымызды, иықтарымызды, денемізді қатты қылдырып, нетеміз, мұз құсап, біз қатып қалдық дейміз, қысым жасаймыз. Жаңа бұлшық еттеріміздің бәрі, біз қатып қалдық, біз қатты мұзбыз деп. Енді ептеп, күннің көзі шығып келе жатыр, ептеп, мұз ери бастайды, біртіндеп, жайлап балаға жаңағы денесін босаңсытуға мүмкіндік береміз. Біртіндеп, қолдарын, иықтарын деген сияқты, аяқ тізелерін деген сияқты. Осы техниканы бірнеше рет балалармен жүргізіп жүрсек, әрине бұл кәдігінде жаңағы бала өз-өзін тежей алмай жүрген бала бірден өзін нетеді, жаңағы ішкі шиеленісі азаяды. Мысал үшін,
Мысал үшін алаңдаушылық жоғары балаларға, бұл балалармен көбінен жаңағы телесный контакт дейді ғой, бұл телесный контакт жақсы көреді, дене жаңағы жақындаған. Мысалы, біздің әдістемелік ұсынымдарда анамның жылы алақаны атты сондай бір техника бар. Кәні орындап жіберейік бірге. Бәріміз ыңғайланып отырайық, қолдарымызды, жаңағы алақандарымызды дайындап, бір-біріне тез-тез үйкелейміз, жылдамырақ. Енді алақандар жылуды сезіне бастаған кезде, біз ол жаңағы алақандарымызды аламыз да, бетімізге, денемізге, иықтарымызға, бүкіл жерімізге басып, өзіңді бұлай құшақтауға болады. Бұл техниканы бірнеше рет нетуге болады, қайталауға болады. Міне осындай сияқты тез экспресс техникаларды пайдалануға болады. Жаңағы жоғарыда айтып кеттік қой, қимыл қозғалысы бар балаларға. Егер бұл балалардың жаңағы белсенділігін толық біз шектейтін болсақ, баланың ішкі шиеленісі одан ары күшейіп кетеді, одан ары бала өз-өзін ұстай алмай кетеді. Сондықтан міндетті түрде жаңа қимылды тоқтату емес, міндетті түрде жаңағы дұрыс арнаға бағыттаймыз, жаңағы техниканы орындауға болады. Осындай ойындардың көмегімен бізден біртіндеп баланы үстіп тыныштандыра аламыз да, және назарын қажетті бағытқа біз баланы бағыттай аламыз. Себебі зейінін қажетті назарға тұрақтандыра аламыз. Енді әріптесем, сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Егер топта бала ашуланса, сіз ең алдымен не істер едіңіз? Бірнеше нұсқа бар. Тыныштандырасыздар, сөйлесесіздер, назарын аударасыздар. Қандай нұсқаны таңдайсыздар? Мен құшақтайтын едім. Тамаша. Тағы да әріптестер, микрофон қосылайық, кішкене белсенділік танытып. Мен де құшақтайтын едім. Рахмет әріптестер. Көріп отырғанымызда, әрқайсымыздың тәжірибеміз әртүрлі, және әр жауаптың өзіндік маңызы бар. Дұрыс емес жауап бір жерде жоқ, шын мәнінде. Шын мәнінде бұрында бір маңыздысы баланың дәл сол сәттегі эмоциялық жағдайы, оның жаңағы қажеттілігін түсіне білу. Кейде балаға жаңағыдай тыныштық керек болса, мысалы тыныштандырамын, мысалы құшақтаймын деген сияқты алаңдаушылық жоғары балалармен бұл техника, мысалы, бұл сіздің әрекетіңіз тиімді болады. Кейде бұл балаларға жай ғана ересек адамның жанында болуының өзі тыныштық сезімін сыйлайды. Оның астарында қандай сезім, мысалы, көп жағдайда баланың сыртқы мінез құлқын ғана көреміз біз, баланың. Сондықтан астарын біз көре алмай жатамыз көп жағдайда. Оның астарында қандай сезім, қандай қажеттілік жатқанын бірден байқай бермейміз. Сондықтан қазір біз сіздермен бірге баланың мінез құлқын астарда не жатқанын түсінуге көмектесетін келесі жаттығуды орындап көреміз. Қасына полный экранға керек еді негізінде. Қазір әріптестер, мынаны біз көрінді ме екен? Бізге полный экран керек. Әріптестер, мына біздің неміз. Көріп тұр ма? 34-ші слайдта тұр, жоқ. Мына слайдымыз көрінді ма? Қайсысы? Келесі слайдқа ауыстырдық біз. Айсберг па? Жоқ, көрінген жоқ. Неге үйтіп тұр екен? Енді көрінді ме, әріптестер? Көрінді. Тамаша. Мынау енді айсберг әдістемесі, барлығымыз білесіздер. Айсбергтің су бетінде көрінетін кішкентай бөлігі болады, а негізгі үлкен бөлігі төмен жақта судың астында жасырынып тұрады. Баланың мінез құлқы да дәл осы айсберг сияқты. Бізге көрінетін мінез құлықтар бетінде тұрады, шын мәнінде оның астарында өзінің сезімдері жатады, өзінің қажеттіліктері, өзінің жаңағы уәжі жатады бұл балада. Енді топта өздеріңіз былай айтып көріңіздерші, кері байланысқа шығайық қазір. Балада көбіне сіздер қандай мінез құлық
байқайсыздар, жағымсыздау. Қане, қысқа бір сөзбен атап өтейікші. Әріптестер, мысал үшін, бағана айттыңыздар ғой, осындай балалар көп дейді, жаңағы гипербелсенді балалар, қимыл қозғалысы көп балалар, мына жүрмей тұрабыз. Мынауымыз тағы қат-қаптыр. Енді ашылды ма, әріптестер? Көрініп тұр ма? Жылжыды ма? Айсберг деген жаңа неңіз тұр, дөрекілік танытады деген бір сөз шығады. Бізде агрессивті балалар, дөрекілік танытады, ешкіммен ойнамайтын, оқшау жүретін балалар жиі көп, ашуланатын, ашу ызасын көрсететін, көп жылайтын балалар, тыңдамайтын балалар көп бізде. Айғалайды, балалар қырсықтық танытады көп жағдайда. Осындай балалардың мінез құлықтарын біз жиі байқаймыз. Енді оның астарында, қане көрейікші, қандай балаларда сезімдер жатады екен? Қызғаныш сезімі. Әріптестер, қызғаныш арқылы балалар әртүрлі қызғаныш сезімін сезініп жүрген балалар түрлі осындай нелер көрсетеді екен, мінез құлықтар. Қорқыныш сезім, мына жерде мазасыздығы жоғары балалар, мейірімге мұқтаждық, әлсіздік дейді. Сенде не жарақын жоқ дедің, эмоциялық қысым көрген балалар, мүмкін жылауы да мүмкін, тыңдамай айғайлауы да мүмкін, жалғыздық сезінген үйде, көбіне оқшау қалған балалар, ата-ананың эмоционалдық сезінбей жүрген жаңа қарым-қатынасын, сенімсіздігі жоғары балаларда да, назардың жетіспеуде, мына өзін-өз қауіпсіз сезінбеуде, осындай түрлі жағымсыз мінез құлық қиындықтарды көрсетеді. Енді сіздермен бірге көріп отырғанымызда, мына әрбір қиын мінездің артында, мына өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа көрдіңіздер, артында айтылмаған сезімдер, айтылмаған жаңағы түсінілмеген эмоция, немесе қанағаттанбаған қажеттіліктер жатады. Сондықтан біздің міндетіміз баланың мына айсбергтің бетін ғана емес, астына да үңіліп көруімізде де бізде үңілуге де кішкене әрекет жасауымыз керекпіз. Енді бұл айсбергтің жаңағы астында сіздерге мынандай ойын ойнағымыз келіп отыр, қане тауып көрейік деген. Осы тәжірибе жаңағы айсберг жаттығуының тәжірибесіне негізделе отырып, сіздерге мінез құлық көріністерін бейнелеген суреттер ұсынамыз, қазір. Ал сіздер сіздердің міндеттеріңіз осы мінез құлықтың, баланың сыртқы жаңа көрінетін мінез құлықта астарында не жатқанын тауып көру. Қане, мына жерде сіздерге 4 мінез құлық көрсеттік біз. Тұйық бала, тұйық баланың бейнесін көрейікші, міне. Тұйық, оқшау жүретін бала, ұяңдау бала, қалай ойлайсыздар, бұл баланың ішкі қандай сезімдер жатыр, қандай несі бар, жан айқайы бар бұл балада. Қалай ойлайсыздар? Әріптестер? Қараңыздаршы, бұл бала не дейді? Баланың жан айқайы. Әлсіздік, қорқыныш бар ойында. Әлсіздік бар. Мен қорқамын дейді, бұл бала. Мен әлсізбін дейді. Мені түсінсе екен дейді. Назар жетіспей жүрген бала, маған мейірім керек дейді. Мен қателесуден қорқамын дейді. Және маған көп көңіл керек деген сияқты. Келесі, әріптестер кішкене белсенділік танытайық. Мысалы, өтірік айтатын бала жиі кездеседі ғой, топта, міндетті түрде. Балалар неге өтірік айтады деп ойлайсыздар, әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Бала неге өтірік айтады? Қатты қысым көрген бала өтірік айтады, Кей бала былай да өтірік айтады ғой, мені жақсы көрсе екен, өзіне жақын тарту үшін апайды. Дұрыс айтасыз, мен жазадан қорқамын дейді бала. Мен жақсы бала болғым келеді, жақсы бала болу үшін өтірік айтуы да әбден мүмкін.
тәрбиеге де байланысты. Отбасында мысалы қатаң тәрбие болса, жаңағы айттық қой, әріптесім айтып кеткенде, авторитарлық мысалы тәрбие болса, бала жазадан қорқады. Физикалық қысым көрсе бала, маған қауіпсіздік керек дейді. Шындықты айтуға батылым жетпейді, өзін-өзі төмен балаларда да өтірік айтады, қорқады ғой шындықты айтуға. Мен көңіліңізді қалдырғым келмейді дейді екен. Келесі шұқалақ бала, бағана бір орында отырмайтын бала дедік қой. Міне, гипербелсенді балаларымыз. Қалай ойлайсыздар, бұл балаларда не жатыр астарында? Бұл баланың қандай қажеттілігі бар? Бір сөзбен айтыңыздар, әріптестер. Кішкене уақытымыз тығыздау, кән. Белсенділік танытайық. Маған ұзақ отыру қиын дейді балалар. Бұндай балалар. Ішімде энергия көп дейді. Маған қозғалу керек дейді. Назарымды ұстап тұру өте қиын маған дейді. Мені бірден тоқтатпаңызшы дейді бала. Бұл балалар жаңағы физиологиялық тұрғыдан, балаларда энергия көп. Сондықтан бұл балаларда жаңағы жоғарыда біз айтып кеткендей техникаларды пайдалану дұрыс. Агрессивный бала, агрессивті, сотқар бала дейміз. Бұл сотқар балалардың міне бейнесі. Бұл балалар не дейді? Мен өз-өзімді ұстай алмаймын дейді. Мен өзімді қорғаймын дейді. Мен өз-өзімді ұстай алмаймын деген балаға сондықтан біз өзінің дұрыс эмоциясын дұрыс шығару техникаларын үйретуіміз керекпіз. Эмоцияны тануды үйретуіміз керекпіз. Маған жылулық керек дейді. Маған көңіл аудар дейді. Бұлар көбіне сотқар балалар назар жетіспеушілігінен осындай кейіп танытады. Мен жалғызбын дейді. Ал енді Ал енді құрметті әріптестер, сіздер үшін біз мынандай бір кесте дайындап қойдық. Мына негізгі кездесетін 3 мінез құлыққа байланысты. Міне тез айтып өтейік. Скриндап алыңыздар, керек болады. Агрессивті мінез құлық балалар, олар қалай көрінеді топта? Итереді, айғалайды, төбелеседі, балалармен үнемі жанжалдасады, заттарды сындырады, тартып алады, ойыншықтар тартып алу деген сияқты. Бұлар тыйым салсаң ренжиді, ашу-ыза көрсетеді. Бұның астарында не жатыр? Қорқыныш та жатады бұл балаларда. Бұны реніш жатады, қызғаныш, шаршау, назардың жетіспеушілігі, қарым-қатынас қиындықтары бар. Бала эмоция танымайды, оны өз эмоцияларын басқара алмайды. Эмоциясының баланың бұл жерде қажеттілігі, бұл баланы тыңдауымыз керекпіз, тыныштануға көмектесуіміз керекпіз. Және бұл жерде балалармен қандай біз қателіктер жасаймыз, айғалаймыз, ұрсамыз, жаза қолданамыз, қорқытамыз деген сияқты. Бұл жерде бұл балалармен ең тиімді тәсіл бұл тыныс алу жаттығулары, қимыл арқылы эмоциялық қысымды шығару, және қысқа эмоцияны сөзбен айтуға үйрету. Алаңдаушылығы жоғары балалармен бағана енді білеміз, айтып кеттік, бұлар өзін-өз көп жағдайда өз-өзін бағалау деңгейі төмен балалар, бұлар қателесуден қорқады, жылайды, жиі жылайды, ортадан қашқақтайды, қарым-қатынастан қашқақтайды, бейімделу қиындығы басым бұл балаларда. Бұл жерде бұл балалармен біз қандай үлкендері қандай ересектер қателіктер жібереді қарым-қатынас жасағанда, бұларды асықтырады. Бош, тез болшы деп, асықтырамыз, болмайсың, жайсың деген сияқты. Бұл балаларға тыйым салынады, бұл асықтыруға болмайды. Кішкене жай сөзбен, жылылық, сабырлы сөзбен балаларды ешкіммен, ортамен салыстырмау керек бұл балаларда. Мынау тез бітті, сен өткен жоқсың деген сияқты. Бұл балаларға сын айтқан сайын, жаңағы асықтырып, салыстырған сайын баланың өзін-өз бағалау деңгейі одан да төмендей түседі. Мына бұл жерде бұл балалармен жұмсақ қарым-қатынас жасауымыз керекпіз, және де үнемі оның өзін-өз бағалауға мадақтап отыруымыз керекпіз. Кішкене өзінің дұрыс адекватты, барабар бағалауына ықпал етуіміз керекпіз. Және мынау қимыл қозғалысы белсенді балалармен үнемі жаңа білеміз, қозғалыста, олардың жаңағы двигательная растарможенность, речевая растарможенность дейміз, жаңа айтамыз ғой, мынаның аузына да аяғына да тыныштық жоқ, сөйлей беретін балалар болады ғой, мысалы перебивать етіп жаңағы мен деп. Сол балалардағы біз қандай қателік жасаймыз, қозғалысқа тыйым саламыз, айтып кеттік, бірден отырғызып қоямыз, көп нұсқалық береміз, жазалаймыз, ұзақ қозғалмай отырғызып қоямыз, отырғаны кейдеп. Шынымен де бұл балалармен ең тиімді тәсілдер жаңағы қимылды жаттығулар, қысқа нұсқалықтар, және де зейінді тұрақтандыруға, оны ауыстыру ойындары бұл балалармен өте тиімді болады.
Енді әріптестер, біз ойын технологиялардан басқа осы балалармен практикалық кезеңде жұмыс жасау барысында біз ертегі терапияларды жиі қолданамыз. Өздеріңіз білесіздер, біз бұл ертегілердің барлығы кішкене заманауи неде авторлық деп айтуға болады. Кішкене заманауи нақышта жасадық, кішкене ұлттық заманауи нақышта жасадық. Және де өздеріңіз білесіздер, қазіргі балалар көп отырып ертегі тыңдаудың өзі, мына жоғарыда айтып кеткендей зейін тапшылығы бар балаларды отырғызып ертегі тыңдатудың өзі өте қиын. Сондықтан арасында біз балалармен осы ертегілерді біз анимацияланған нұсқаларға айналдыру және сондай әрекеттер жасап жатырмыз. Сондай бір ертегіні сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Қана назар қойып тыңдауға болады. Ертеде жасыл жайлаудың етегінде аңдар балабақшасы болыпты. Таңертең күн шуағы төгіліп, құстар сайрап, аң балалары мәз болып балабақшаға келеді екен. Сол маңда Қайсар деген кішкентай қонжық өмір сүріпті. Бірақ онымен ешкім дос болғысы келмейді екен. Себебі Қайсар үнемі жұдырығын тиіп жүреді. Ашуланса итеріп жібереді. Біреу жақындаса қабағын түйеді. Ал Қайсардың ішіндегі ойы мүлде басқа еді. Мені бәрі ренжіткісі келеді. Егер мен бірінші қорғанбасам, олар маған жамандық жасайды, деп ойлайтын ол. Сондықтан ол үнемі сақтанып, ешкімге сенбейтін. Бірақ жалғыз жүру оған да ауыр еді. Балалардың бірге ойнап, күліп жүргенін көрген сайын іші қысылады. Бір күні қонжық Қайсар орман ішімен келе жатып, аңдар балабақшасына тап болады. Онда аңдар көңілді ойнап жүр екен. Қараңдаршы, бізге жаңа қонақ келді. Мүмкін ол біздің досымыз болар. Тоқтаңдар. Оның жұдырығы түйіліп тұр. Міне, олар мен ұрмақшы. Маған қорғану керек. Деп ойлап, жұдырығын бұрынғыдан бетер қыса түсті. Аң балалар да қорқып кетті. Біз сенімен дос болғымыз келген. Ал сен бізді ұрғың келген бұзық болсаң, біз сенімен ойнамаймыз. Қонжық Қайсар жалғыз өзі ағаш түбінде отырып қалды. Көңілі құлазып, көзінен жас парлап ақты. Неге бәрі менен қорқады? Менің де досым болғанын қалаймын ғой. Сол кезде ол өз жұдырығына қарады. Екі қолы тас сияқты түйіліп қалыпты. Бір тамшы жас жұдырығына тамып кетті. Сонда Қайсар ойланып қалды. Мүмкін, олар менің жұдырығымнан қорыққан шығар. Мен үнемі ашулы сияқты көрінемін ғой. Ол жайлап алақанын ашты. Қолын ашқанда жүрегі де жеңілдеп кеткендей болды. Келесі күні қонжық Қайсар қайтадан балабақшаға келді. Бірақ бұл жолы жұдырығын тимеді. Қолын артына жасырмай, жай ғана күлімдеп тұрды. Бүгін ол ашулы емес сияқты. Иә, жұдырығым тимепті. Сонда тиін қыз оған жақындап, бізбен бірге асық ойнайсың ба? Деді. Қайсар алғашында ұялып қалды. Бірақ сосын баяу ғана, иә, ойнаймын, деді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Қонжық Қайсар балалармен бірге алтыбақан тепті, доп ойнады, жаңылтпаш айтты, бірге күлді. Ол енді достардың жамандық ойламайтынын түсінді. Ал ең бастысы, ол бір нәрсені ұқты. Жұдырық тию достыққа кедергі болады. Ал ашық алақан мен жылы сөз достықтың бастауы екен. Содан бері Қонжық Қайсар ашуланса, жұдырығын тимес бұрын терең тыныс алып, олар маған жау емес, деп есіне түсіретін болыпты. Ал достары оны біздің мейірімді Қайсарымыз деп еркелетеді екен. Мейірімділік ең әдемі қасиет. Бір-бірімізге жылы қарап, түсіністік танысақ, достық та көбейе түседі. Ашулы жүректі де мейірім мен қамқорлық жұмсарталады. Міне әріптестер, міне осындай ертегілерімізді, авторлық ертегілерімізді біз мультфильм форматына ептеп айналдырып жатырмыз. Енді сөз кезегін әріптесіме беремін. Әріптестер, енді біз бақылау қорытынды кезеңі, енді ең соңғы кезең, яғни әдістемелік ұйымдардың тиімді анықтау жолдарына тоқталамыз. Бұл жерде біз
айтып өткен болатынбыз. Бұл әдістемелік ұсынудың тиімділігін анықтау барысында жүргізілген психологиялық педагогикалық жұмыстардың нәтижелері жан-жақты талданып, олардың мектепке дейінгі ұйым тәжірибесіне жоғары практикалық маңызға ие екендігі дәлелденді. Зерттеу жұмыстары Батыр балабақшасында, санаторлық балабақшасында және Толағай бөбекжайының базасында жүзеге асырылды. Жұмыс барысында балалардың мінез құлқындағы қиындықтарды ерте кезеңде анықтау, алдын алу және түзету бағытталған кешенді психологиялық қолдау жүйесі қолданылды. Диагностика зерттеулер нәтижесінде балалардың эмоционалдық жағдайы, әлеуметтік бейімделуі, өзін-өзі бағалауы, қарым-қатынас дағдылары және мінез-құлық ерекшеліктері сараланды. Яғни айтқан болатынбыз, жылдың басы, жылдың аяғы деп. Міне осындай диаграмма бойынша назар аударсақ, жыл басында мінез құлқында қиындық факторы жоқ балалар 70% болса, жылдың аяғында 89%-ке жоқ балалар, яғни мінез құлқында қиындықтар жоқ балалар 89%-ке өсті. Келесі бағыт. Келесі бағыт балалардың әлеуметтік даму деңгейі. Бұнда суреттер әдістемесі бойынша жыл басында балалардың көпшілігі мәселені ересек адамның көмегімен шешу бейім болған. Сонымен қатар 26% агрессивті тәсіл таңдаған. Жыл соңында агрессивті мінез құлық көрсеткіші 6%-ға дейін төмендеді. Ал мәселені өз бетінше конструктивті шешу дағдысы 23%-дан 75%-ға дейін өсті. Бұл балалардың қарым-қатынас мәдениеті, жанжалды өз бетінше шешу, конструктивті шешу байқалады, жоғарылаған байқалады. Енді бұның барлығын қарап отырсаңыздар, бұнда жылдың басы, жылдың соңы жаңағы көрсетілген. Бұнда ерекше қалай өскені көрініп тұр біздің кестелер арқылы. Келесі міне баспалдағы әдістемесінде баланың бұл жерде баспалдағы әдістемесінде балалардың бастапқы бағалауы және кейінгі бағалау. Баспалдағы әдісінде бастапқы бағалау көбінесе төмен бағалау болса, соңғы бағалауында төмен бағалау жоғарылап, яғни жоғарылағанда шынайы баға пайда болды, яғни бұл жерде бала өзін бағалай бастады. Дұрыс бағалай бастады. Келесі сирс мазасыздық, бұл алаңдаушылық дейміз. Бұл жерде де өзгерістерді көріп отырмыз. Яғни жылдың басында қалай болды, жылдың аяғында көтерілгенін, мазасыздығы төмендеп, жақсы көңіл күй көтерілген. Енді кактус диагностикасы ішкі эмоционалдық жағдайына қарап отырмыз. Агрессия 22%-ден 4%-ға түсті, өзіне сенімсіздік 19%-ден 4%-ге түсті, тұйықтық 25%-ден 4%-ге түсті, ашықтық ол өсті, яғни балада сенімділік, ашықтық деген мінез құлық ерекшеліктері өсті. Енді бізде бұл көбінесе бізде психолог кабинетінде балалармен жаңағы ойын айтып жатырмыз, құм терапиясы, ертегі терапия барлығын өтеміз, бірақ көбінесе бізде ойындарда топ-тобымен қосамыз, ал негізі балалармен жекелеме жұмыс бізде болады. Көріп отырсыздар, балалармен жекелеме жұмыс, біздің кабинет, шағын топтар бар, мына жерде кабинетте көріп отырсыздар, балалардың өздері әртүрлі іс-әрекетпен, мына бала демалып жатыр, яғни бұл тыныс алу жаттығуларымен бірге жаңағы релаксация өтеді балаларменен. Немесе көріп отырсыздар, әртүрлі балалардың өзін-өзі тыныштандыру әдістемелері тұр. Енді келесі міне педагогтар ата-аналармен жұмыс болып атады, сонымен бірге білесіздер. Бұнда көбінесе педагогтармен жұмыстар әртүрлі тақырыпта, баланың агрессивтілігі қандай болады, немесе баламен қалай жұмыс істеу керек, сіз қандай баланы жақсы көресіз, ол бала қандай деген әртүрлі ұсыныстар, кеңестер, жаңағы тренингтар өтіп отырды. Ата-аналармен де жұмыстар болып отырды. Енді бұл мәселенің өзектігі бұл көбінесе бізде қазақ
тілінде болғанда деп айтқан болатынбыз. Қазақ тіліндегі әдістемелік ұсыным. Сонымен бірге мектепке дейін үйім жағдайында қолдануға ыңғайлы екенін және сұранысты өтейтін, баланың эмоционалдық саулығын сақтау және мінез-құлық қиындықтарын алдын алу міндеттерін шешуде тиімді құрал бола алатынын көрсетті. Қорытындылай келе, ұсынылған әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың психо-эмоциялық саулығын нығайтуға, әлеуметтік бейімделуін жақсартуға және мінез-құлықтағы қиындықтардың алдын алуға бағытталған тиімді практикалық құрал ретінде өз нәтижесін дәлелдейді. Жүйелі психологиялық сүйемелдеу, ойын технологиялар, ертегі терапиясы, педагог пен ата-ананың өзара бірлескен әрекеті баланың үйлесімді тұлғалық дамуына оң ықпал етеді. Сондықтан аталған әдістемелік ұсынымдарды мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәжірибесіне кеңінен енгізу маңызды деп есептейміз. Алдағы уақытта да осындай жүйелі психологиялық сүйемелдеу жұмыстарын жалғастыру балалардың тұлғалық дамуына, жағымды мінез-құлық қалыптастыруына және психо-эмоциялық саулығын нығайтуға үлкен мүмкіндік береді. Назар қойғандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Әріптестер, 1,5 сағат бойы сіздерге біз өз еңбектерімізді көрсеткен болатынбыз. Сіздерге үлкен рахмет. Міне қанша алтын уақыттарыңызды бөліп, қатысып, зейін қойып тыңдағандарыңызға. Енді мынау соңғы біздің сіздерден кері байланыс алғымыз келіп отыр. Мына жерде не кетіп қалды ма? Мынау неге семинар практикум сіздерге пайдалы болды ма, пайдалы болмады ма деген сияқты өздеріңіздің кері байланыстарыңызды, өздеріңіздің ойларыңызды айтып отырсаңыздар, иә. Мархабат. Ұсыныстарыңыз болса, мүмкін қай жерде аттеген-ай деген жерлеріміз болған шығар, мүмкін қосам деген жерлеріңіз бар шығар. Сіздерді тыңдайық. Әріптестер. Құрметті әріптестер, сіздерге алғыс айтамын. Бүгінгі уақыттарыңызды бөліп, өздеріңіздің осы жұмыстарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға. Жұмыстарыңыз өте пайдалы болды. Бұл ойындардың барлығы, жаңа көрсеткен әдістемелердің барлығы бала тәрбиесінде маңызы өте зор. Барлығы да керек, барлығы да пайдалы. Бірақ дегенмен де астын сызып айтқым келеді, маған ұнағаны кактус әдістемесі. Яғни қарапайым суретті боята отырып, баланың жай күйін біліп, онымен ары қарай қалай жұмыс істеу керек екенін жоспар құрып, циклограммаға сол бойынша ойындарды кіргізіп алуға болады, иә, тәрбиешілерге. Тәрбиешілерге де пайдасы көп екен бұл ойынның. Одан кейін тағы бір қуанып отырған жағдай, ол осы мысалы психологияда психологтар айтады ғой, ұлттық ойынды қалай кіргіземіз біздің жаңағы психологиялық жұмыстарымызға, тренингтарымызға деген сияқты. Сол кезде мінекей сіздер жақсы осыны ұтымды қолданғансыздар. Ұлттық ойындар жаңағы бәйге, қамшы сермеу, асық ату, арқан тарту деген сияқты өзіміздің ұлттық ойындармен психологияны ұштастырып жатқандарыңызға өте жақсы. Рахмет. Ол мысалы ұлттық құндылықтарымызды сол бала бойына дарыту ғой. Соны психологияда да сіздер қолданып жатыр екенсіздер. Өте тамаша. Одан кейін ертегі терапиясы маған қатты ұнады. Осы ертегі терапиясы бойынша сұрайын деген, қандай программамен жасадыңыздар? Біз бұны жасағанда біз тапсырыс бердік. Біз өтірік айтпаймыз, тапсырыс бердік жасауға мамандарға. Себебі біз өзіміз осы ертегінің мәтінін береміз, ол кісілер өздері құрастырып береді. Егер де біз жасаған жағдайда біз сіздерге түсіндіретін едік оның жасау тәсілдерін. Сондықтан ноутбук геліммен жасалған сияқты, бірақ мен енді нақтысын біле алмай отырмын. Құрастыру керек екен, өте жақсы, тамаша. Иә, өте тамаша. Иә, алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңызды осылай жоғары деңгейде жалғастыра беріңіздер. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет сіздерге, рахмет. Әріптестер, кішкене видеоларыңызды ашсаңыздар, біз скрин жасап аламыз. Осы презентацияны сіздер қазір чатқа тастай аласыздар ма? Тастай аламыз, иә, тастап көрейік, аха. Жіберіңіздерші, скачать етіп алайын. Жақсы. Рахмет. Қазір біз өшірмей ырықтыруымыз керекпіз, иә?
презентацияны чат қарақтарыңыздарды өтініш иә өшірмей тұрып Аха, жіберіп қазір біз қойыңыздаршы. өшірмей тұра тұрайық конференциямызды. Оған дейін әріптестер алған әсерлеріңіз болса айтып отырсаңыздар, қай жері ұнады, қай жері ұнамады деген сияқты әріптестер бөлісейік пікірлермен. Загрузкадағы. Ата-аналармен де осы презентацияда көрсетілген ойындарды да жүргізуге болады, сіздерге де тәрбиеші ретінде алуға болады. Ал загрузканы жібердік. Үлкен материал, қазір біраз уақыт алатын шығар. Әріптестер, кішкене бір-екі ауыз сөзден айтып отырыңыздар. Ақтоғай ауданы сіздерге үлкен рахмет. Қатысқандарыңызға. Бір ауыздан барлықтарыңыз қатысып загрузка жүріп жатыр. Жақсы ғой бұндай әдістемелік құралдармен бөліскен, көрген. Білгеніміз 1-9, білмейтініміз 99 ғой, негізі. Қазір өздеріңіз байқап отырсыздар ғой, балалардың мінез құлық қиындықтары өте көп. Қазіргі балаларға өте керек дүниелер мына жерде. Қазір психологиялық сүйемелдеу жаңағы балалармен мінез құлқында Инклюзивті білім беруді енгізіп жатыр. Соған керек. Психологиялық қолдау қызметі, СППС дейміз ғой, соны биылдан бастап енгізіп жатыр. Бұл жерде енді барлық баланың құқығы тең деп, әр топта бір емес, 1-2-3 баладан, ПМПК-дан жаңа жолдамамен келген балалардың да саны артып жатыр. Бар ғой, бар. Сондықтан оларға біз олар жүре алмайды деп ондай тыйым сала алмаймыз. Құқығы бар, сондықтан осы балаларға да бұл тиімді. Бұндай жұмыстар көбіне жеке жұмыста оң нәтиже береді, және де тәрбиешілерде де осы бірлескен жағдайда ғана нәтиже береді отбасымен. Себебі баланы орта бейімдейді ғой, ортада өзін көрсете алады. Әрине, алатын дүние өте көп бұл жерде. Бұлай қарағанда бір қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ ол жерде тереңірек үңілетін болсақ, алатын дүние көп. Рахмет әріптестер сіздерге. Бұл сіздердің еңбектеріңіз ғой. Қаншама күн ұйқысыз, қаншама түн ұйқысыз жүріп жасаған еңбектеріңіз ғой, әрине. Жемісті болсын әрдайым. Осылай тәжірибе таратып жүре беріңіздер. Рахмет. Сіздерде де жетістіктерге жете беріңіздер. Мына загрузка. Аз қалды загрузка. Үлкен негізінде бөліп. Кетті әріптестер. Кетті. Загрузить етіп алыңыздар. Өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Қазір бұны кішкене загрузка жүріп отыр. Сіздердің уақыттарыңызды алып жатырмын ба? Біз сіздердің уақыттарыңызды алдық. 1,5 сағат бағытта. Керек дүние болған соң алып жатырмын, өзім психологқа берейінші деп тұрмын. Сіз методистсіз ау деймін, да? Иә, әдіскермін.
әріптестер, қажет емес дегендеріңіздер шыға берулеріңізге болады. Қазір біз зум тоқтатамыз. Әлі де экранның жазбасы жүрілуде. Менде аяқталды загрузка. Көп рахмет әріптестер. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.